Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі 3-ші сынып. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құстар біздің досымыз. Мұғаліммен Мұхаммадиева Меруерт Багдавлетовна. Бүгінгі сабақтың мақсаты. Оқушылар, біз әдеттегідей сабақтың басында жаңа сөздермен танысамыз. Құстар, птицы, қорғайды, защищает, охраняет. Көгершін, голубь. Тоқылдақ, дятел. Қарлығаш, ласточка. Мына суретке назар аударайық. Көгершін. Қандай көгершін? Ақ көгершін. Тоқылдақ. Мынау қарлығаш. Қандай қарлығаш? Кішкентай қарлығаш. Жақсы балалар. Жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Құстар біздің досымыз. Птицы наши друзья. Мына суретте әртүрлі құстардың суреттері берілген. 22-ші бет оқы қайтала. Прочитай, повтори. Құстар біздің достарымыз. Птицы наши друзья. Олар табиғатты қорғайды. Они защищают природу. Тоқылдақ, қарлығаш, көгершін. Ребята, вместе повторяем. Тоқылдақ, қарлығаш, көгершін. Келесі тапсырма. Оқылым тапсырмасы. Құстардың пайдасы көп. Тоқылдақ ағашты қорғайды. Тоқылдақ ағашты қорғайды. Оны орман дәрігері деп атайды. Қарлығаш егінді қорғайды. Көгершіндер бұрын хат тасыған. Құстар да жанды табиғатқа жатады. Прочитаем текст. Тоқылдақ не істейді? Ағашты қорғайды. Мынау ағаш. Тоқылдақ ағашты қорғайды. Оны орман дәрігері деп атайды. Қарлығаш егінді қорғайды. Ласточка защищает урожай. Көгершіндер бұрын хат тасыған. Мына суретте көгершінді көріп тұрмыз. Олар не істеген? Хат тасыған екен. Құстар жанды табиғатқа жатады. Жанды табиғат дегенімізде, жанды табиғат, живая природа. Жарайсыңдар балалар. Өткен сабақты есімізге түсіріп алдық. Келесі тапсырма. Үлгі бойынша сөйлем құра. Бұл не? Бұл көгершін. Ол не істейді? Ол хат тасиды. Бұл не? Бұл қарлығаш. Ол не істейді? Бұл не? Бұл тоқылдақ. Тоқылдақ не істейді? Алдыңғы мәтін бойынша құстардың не істейтіндігін жазып шығамыз. Егінді қорғайды, ағашты қорғайды. Орман дәрігер деп атаған тоқылдақты. Міне балалар, осы үлгі бойынша сөйлем құрастырамыз. Ендеше сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше.